Мысалы таза қаймақ, таза майды біз қойдан алмаймыз. Шыны керек жеп отқанымыз бич пакетпен мысалы. Қалада мен мұнда вообще тұрғым келмейді білмеймін. Порошок сүттің өзі қымбат қазір. Болашақта олар арзандайды деп ойлайсыз ба? Жоқ, ол арзандамайды ол. Оны арзандады деп, сенің еңбегің құнсыз деп мен айта алмаймын. Ой, вы на камеру не снимаете. Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Мал жандарыңыз аман ба? Бүгінгі видеода біздер халықтың ойын білетін боламыз. Яғни қазіргі уақытта табиғи өнімдер не үшін қымбаттап жатыр? Болашақта олар арзандайды ма? Сол туралы халықтың сұрап ойын білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Және де каналға тіркеліп, сіздер де ойларыңызды жазып отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ауылда молоко завод болып май шығарады ауылда. Ол кезде арзан болды. Су тегін болды. Ал қазір неге қымбаттап жатыр? Неге десем ауыл жоқ қой қазір. Бәрі қала келді, мен қала келіп қаңғып жүрмін. Қала келіп ана біреудің сатқанын сатып алып, сосын сатамын мен де. Өзім пенсионермін, күн көру керек қой. Солай емес пе? Солай. Вот солай. Енді ауылда дым жоқ қой, бір хотя бы жүнең дейтін, бір май шығаратын бір ауылда болған. Сондай бірдеңелер болса ауыл кетеміз ғой. Қалада мен мұнда вообще тұрғым келмейді білмеймін. Ауыл жақсы ғой. 80-дерде келгеннен қалада жүрмін ал міне. Қайдағы 80? 70-не оқығаннан осында. Я пенсионермін. А бірақ мені көрдім. Қартаймын, мал баға алмаймын. Солай ғой. Жастар барса дейсіз ғой. Жастар барса қалай барады? Көмек жоқ, үкіметтен көмек жоқ. Қалай барады ол? Что именно вы хотели? Натуральный продукт. Почему дорого и... Почему дорого? Ну, наверное, это не очень трудно, не так легко. Натуральное мясо, например. Болашақта олар арзандайды ма? Арзандайды деп ойлайсыз ба? Я не верю. Арзандамайды. Қымбаттай бере ме сонда? Арзандамайды. Мүмкін арзандайтын бір ойыңыз, бір қалай арзандатуға болады деген ойыңыз жоқ па? Білмейсіз, да? Конечно. Тағы бір сұрағым. Это натуральный продукт, она самый главный ет пен сүт, да? Сүт, да. Откуда он может подешеветь, если колхозников не поддерживают? Она ет, олар дейтін өсірет, а имеет копейки с них. С них имеют только вот те, которые перепродают. Алат сатат, олар, поэтому он не подешевеет. Енді мына көбі қалада тұрады ғой. Ауылға бар жұмыс істесе арзандайды, конкурент көбейтіп арзандайды деп ойламайсыз ба? Бармайды? Бармайды. Қалай соларды апарамыз, сол мені мазалайды. Қалай соларды апарып жұмыс етеміз? Бармайды. Әңгіме сол ана дейді, ортадан келегетіндер алады да негізгі өндіретін кісілер мысалы сата алмайды. Ауылдан шыққан. Біреуге береді, олар сосын басқа жерге апарып сатады, жаңағы олар қақын өздері қояды деген сияқты. Содан қымбаттайды сияқты. Основной негізгі жаңағы себеп сол. Сол деп ойлайсыз, да? Кез келген қазір сол саттықпен айналысады, кез келген салада солай ғой мысалы. Алыстан келіп жатқан нелерде мысалы картопты алайық мысалы, картопта солай мысалы өндіреді де оны сақтайтын жері жоқ. Оны апарып біреуге сақтауға береді, или солай сатып алады да олар өздерінің бағасын қояды. Сіздің өздеріңіз былай сүт өнім, қаймақ натуральный аласыздар ма әлде? Біздер натуральный сатып аламыз, осында. Бағасы қаншадан шамамен? Айта алмаймын, мен өзім алмайын да. Осы балдар өздері сатып алады. Етші? Етті сол мына неден ауылдан аласыздар ма? Жоқ, Аяжаннан аламыз, Аяжаннан. Кейбір жерлерде мысалы жайылыс жоқ дейді. Су мәселесі өте қиын мысалы. Қазір малды деген ауыз судан суарып отқан жерлер бар мысалы. Оларға жақсы бір оратын әлгі мен тереңнен шығатын су көздері ма, сондай бірдеңе. Үкімет тарапынан көмек болу керек. Көмек полион керек сияқты. Онсыз ол қарапайым даму жасала алмайды оған. Көп бір субсидия сияқты бірдеңелер бөліну керек қой. Үкімет тарапынан көмек болмаса, ауылды дамытқан жақсы бар енді. Оны дамытса жаңағыдай олар әкеліп өзінің нелерін, өнімдерін тікелей әкеліп, базарға әкеліп сатса, онда әрине ол арзандайды. Халық үшін жақсы ол. Қазір негізі посредниктер ғой бәрі бағаны көтеріп жатқан солар. Қай жерінде ауыл шаруашылығы өнім болсын, былай жері болсын.
Жақсы, рахмет көп. Арзантайды деп ойламаймын, қымбатсымаса. Бізде өнім жоқ қой, ештеме шықпайды. Шикізатты шыққанның өзінде шикізатты пайдаға астырмай жатыр бәрі. Өндіретін өндірістер жоқ. Сосын деп ойлаймын. Ауылда жұмыс орнын ашса, ауыл шаруашылығын дамытса, продуктылар арзандап халыққа тиімді қылуға болады деп ойлайсыз? Болмай ма? Жұмыс жасалса, енді мысалы ауыл шаруашылығын бәрін дамытса, мал өскен, мысалы терілер, жүндер бәрі лақтырып жатыр ғой, ешкімді. Заводтар ештеме салынбаған, онда ойланбаған. Соларды өндесе қанша жұмыс орны ашылады. Сол кезде қанша, мысалы шикізат бәрі пайдаланғасын, шикізатта. Отход шықпау керек қой, бәрін пайдаға асыру керек, өнімділік болу керек қой. Жұмыс орны да ашылады. Сол кезде арзандайды. Сондайда, арзансық, өзіміз қамтамасыз етсек, экспортта шығаруға болады мысалы. Қазір сіз дейтін сол қолданасыз ба, мысалы табиғи сүт, қаймақ, соларды алып қолданасыз, әлде айналайын сүт сондай аласыздар ма? Сіздерге анда-сонда ол қымбат. Күнде алып қолдана алмайсыздар ғой, иә? Күнделікті мысалы таза қаймақ, таза майды біз қолдана алмаймыз. Шыны керек, жеп отырғанымыз бич пакетпен, порошок сүттің өзі қымбат қазір. Сол ғой. Порошок сүттің өзі қазір 300 бірдеме теңге болып кетті. Мысалы 80%-дай көтеріп кетті. Ет алып отырсыздар ма, ет? Ет аламыз етті. Бағасы қанша? Қаншадан қазір? Мысалы 2,5 теңгеден ең орташа бағасы 2,5 теңге. 2,5-ға отырсыздар. Анда-сонда аламыз, постоянно оны алып жеуге ондай қабілетіміз жетпейді ғой. Табысымыз оған келмейді ондай неге. Сүт былай енді табиғи өнімді арзандан қалайсыздар жалпы? Әрине балдарымыз деген қазір кілең. Соны жеу керек қой негізінде. Сухофрукты, полуфабрикат қой жеп отырғанымыз. Сосын химикат кілең. Порошок сүт, йогурттың бәрі де химикат. Балдарымыздың, тек қана балдарымыз Қазақстан бойынша аурудың бәрі бүкіл онкологический ауру. Полный сол. Жайылым жер жоқ, су жоқ, үкіметтен нестемесе жеке адам бүкіл нені қадағалай алмайды. Істей алмайды. Судың уақытымен келуі, мысалы өзендердің толуы, мемлекеттік неде шешілмегесін, оны жекешелік қожалықтарын оны шешеді деп ойланды. Малдың суы болмағанса, жайылымы, шөбі бәрі соған енді жем-шөп. Малдың азығы қарап тұрсаң, сол қымбат. Азығы енді оны қадағалап үлкен жағдай жасамаса оған қайбір қанша дегенмен қожалықтар нелер не болса да үкімет стратегия болмағасын мемлекеттік түрде ол жеке меншік нелер қанша дегенмен оны істей алмайды. Менің ойым. Жақсы, көп рахмет. Табиғи өнімдер неге қымбат дейсіз де? Иә. Сосын? Болашақта олар арзандайды деп ойлайсыз ба? Жоқ, ол арзандамайды ол. Себебі ол адамның таза еңбегімен келеді. Оны малды өсіруде өте қиын. Себебі шаруашылықтардың өзі өте қиын жағдайға ұшырап тұр ғой. Олардың мал өсіретін жерлері жоқ, мал тағамы өте қымбат. Және соның ішінде малды бағуға адамдар барғысы келмейді, жастар. Үлкен кісілер барады, үлкен кісілер оны жөндеп істей алмайды, соған шаршайды өздігінен. Сондықтан адамның жеке еңбегі, мына өзінің істеген еңбегі өте қымбатшылыққа ұшырап тұр ғой енді. Оған көмекші жоқ, қамқоршы жоқ. Соған байланысты мысалы малдың жемінің, шөбінің қымбат болуына байланысты табиғи өнімдер ол дұрыс қымбат деп ойлаймын. Ол дұрыс деп ойлаймын. Мысалы фабрикада неде істелінген өнімдерге көп қоспалар қосылады ғой. Оның качествосы да дұрыс емес былай алып қарағанда. Сосын ол дәл табиғи өніммен салыстыруға оны болмайды ғой. Оның бәрін техника істейді. Адамның таза еңбегі ол өте қиыншылықта әкеледі. Адамның өзіне қымбатқа түседі. Оған адам көп шаршайды. Әлі қандай деп өнімдер деп едің? Табиғи сүт өнімдер, сүт өнімдер, сүт өнімдері, ет өнімдері ол қымбат болуы мен өзімше ойлаймын, заңдылық деп ойлаймын. Ол дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім ауылдық жерде тұрған адаммын. Қазір қолданып отырсыз енді қазіргі сіздер? Қазір амал жоқ қолданып жатырмыз. Мынау кішкене салыстырмалы түрде 2 есеге арзандау ғой мына.
үкіметтің Үкімет, дайындаған заттары. Табиғи өнімдер қазір қымбаттау. Соған қарап амал жоқтан пайдаланамыз. Негізі качествосы жағынан болсын, адамға пайдалы жағынан табиғи өнім өте дұрыс нәрсе ғой. Маған мысалы өзіме табиғи өнім қатты ұнайды. Ауылға тарту үшін оған көптеген біріншіден психологиялық жағдай керек сияқты. Екіншіден оған әлеуметтік жағдайын көтеру арқылы, оған мүмкіндіктер туғызу арқылы ғана жасалынатын сияқты. Жай тек қана жастар оны істей қояды деу, сену өте қиын. Себебі оны атқару үшін қазіргі жастар соған дайын емес сияқты. Оны қалай атқарамын, қалай істеймін, оны қалай жүзеге асырамын дегеннен алыстау сияқты. Себебі сол еңбекті ата-анасы істеп жатырса да, біздің жастарымыз оған ұмтылып тұрған жоқ. Мен жастар ауылға барыңыздар деп айтар едім. Оған жастар бәрібір просто жай айта салғанға бармайды. Көрсету керек, Ол жастарға сондай мүмкіндік туғызу керек, ол жастар бару үшін. Біздің жастарымыз қазір жеңіл өмір сүруге үйреніп кетті ғой. Мүмкін мына қалада мүмкіндіктер көп қой. Дайын тұрған тамақтар магазиндерде толып тұр ғой. Үйде дайындағаннан гөрі қазіргі келіндеріміз болсын, қыздарымыз болсын, барып дайын затты алып келіп жейді ғой. Біріншіден. Екіншіден, соны әзірлеуге қиынсынады. Сондықтан ол жастарға ауылға барып тұр деп айтудың өзі әрбір өзіне байланысты сонда. Әркімнің өзіне байланысты. Әркімнің өзінің жету, даму қабілетіне байланысты. Мен болсам, мысалы, қазір қанша жасқа келсем де, мен ауылда тұрып, огородымды бау-бақшамды өсіріп, мүмкіндік болса, сиырымды ұстап деген сияқты болар еді деп ойлаймын. Ол көп жеңілдік болар еді деп ойлаймын. Бірақ оны жастар олай түсінбейтін сияқты. Мен енді қазіргі жастардың психологиясына көп ештеңе айта алмаймын. Қиын. Біздер оны уже алшақтық уақыт өткізіп алған сияқтымыз, соған дайындайтын жастарды. Құрметті ағайын, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де өз ойларыңызды айтыңыздар. Қазіргі уақытта табиғи өнімдер неге қымбат? Оны және де қалай арзандата аламыз? Пікірлерін жазыңыздар. Күтетін боламын. Рахмет. Келіңіз сағара.